Қайырлы күн, менің есімім Санжар Айдар. Біле білсең, қазіргі таңда әлем өте үлкен қарқынмен дамуда. Сол үшін интернет махаббатыңды жолықтырудағы алаңдардың ішінен нөмірі бірінші орынға шыққан болатын. Бұрын ол бәріне бір түрлі болса, қазір дамыған технологиялар арқасында ол нәрсе қалыпты көрінеді. Басқалардың интернет арқылы танысып, үйреніп жатқанын да білеміз. Ең бастысы бұның барлығын дұрыс әрі ақылмен қолдану. Көңіліңнен шықпайтын кездесулерге уақыт құртпай, жағымсыз жігіттерге тап болмайтын қалжыңдарды тыңдамай, осының барлығын алдын алу үшін бізге интернет берілді. Оның артықшылықтарын осы жерден байқай аламыз. Бұл видеода мен жақсы жігітті қайдан іздеу керек екендігін, әңгімені қалай бастап, оны қалай қызықтыруға болатындығын, оның шынымен есуас емес екенін анықтап қана қоймай, бұл өте маңызды, онымен қалай кездесуге болатындығын және интернетте танысудағы көптеген пайдалы кеңестермен бөлісетін боламын. Дайынсың ба? Онда кеттік. Бірінші, жігітті қайдан іздейміз? Алдымен аңшылыққа шықпай тұрып, бізге керек жақсы жігіттер қай жерде мекендейтінін біліп алған жөн. Бұның барлығы сенің алға қойған мақсаттарыңа тікелей байланысты. Егер сен жай ғана хат жазып әңгімелесуді қаласаң, онда ВКонтакте мен Инстаграм бұл жақсы таңдаулар болып келеді. ВК-дан досыңның достарына кіріп, ұнаған жігітті байқасаң, оның бос немесе бос емес екендігін анықтап алуға болады. Одан бөлек қызығушылық немесе тұрғылықты жерің бойынша группаларға кіріп, ізденуге де болады. Оларды қатысушылар тізімінен немесе лайктар мен комментарийлерден байқай аласың. Инстаграмға келетін болсақ, достарыңның подписки бөлімін, комменттерді немесе геолокацияны бақыласаң болады. Және де әрине бәріне белгілі арнайы танысу қосымшалары да көмекке келеді. Мысал ретінде Баду және Тиндер. Бұл жерде көбінесе қыздармен жақынырақ араласқысы келетін жігіттер көп отырады. Жоғарыдағы айтылған жігітке ұнау, қызықтыру, онымен кездесу іс-әрекеттері әлде қайда жеңілдей түседі. Себебі бұл жерде қыздарға жігіттер өздері жазады. Бадуда танысу жайлы бөлек видео болады. Онымен қоса біз басқа әлеуметтік желілерді де қарастыра аламыз. Мысал ретінде Facebook, Snapchat, TikTok сияқты. Таңдау өте үлкен. Екіншіден, желідегі парақшаңды әдемілеп сәнде. Әлеуметтік желіні таңдап, қажетті жігітті анықтаған соң, алдымен өз профиліңнің тартымды екеніне көз жеткіз. Сенің ішкі әлемің қанша жерден керемет болса да, басқалар қызықпайтын ғажайып нәрселерге сен қызыға білсең де, әдемі профилсіз еш нәрсе жүзеге аспайтынын есіңе сақтап ал. Себебі жігіттер көзбен жақсы көреді. Бұған шағымданудың қажеті жоқ. Солай бар деп қабылдап, қажеттілігіне пайдаланған дұрыс. Ол балтаның жүзін қайрамай, ағаш шабумен тең келеді. Қанша шапсаң да шабылмайды. Сол себепті жігітке ұнау мүмкіндігіміз барынша арту үшін дайындық өте маңызды болып келеді. Ең әдемі суреттеріңді салып, өзің жайлы қысқаша жазып өткен дұрыс. Бұл сенің визиттік карточкаң болады. Постар салып, немен айналысатыныңды да айтып өтсең болады. Себебі сен жігіттің назарын өзіңе алдырғаннан кейін, ол сенің парақшаңа кіріп, суреттеріңе, посттарыңа өз бағасын беретін болады. Мінеки, осы жерден көп нәрсе шешілмек. Сендерде қыздарда тура солай ғой. Саған біреу жазса, оның профиліне өтесің. Суретті болмай, достар да жоқ болып, еш нәрсе қызықтырмаса, сен оған жауап жазбайсың. Үшіншіден, жігітті қалай қызықтырамыз? Профилді сәндеттік, жігітті таптық, өте тамаша. Енді келесі қадамдарға көшейік. Оны қалай қызықтыруға болады? Есіңе сақтап ал, жігітті қызықтыру үшін сенде тек бірнеше секундтар бар. Бұл өте маңызды. Оның профиліне өтіп, суреттеріне 3-5 лайк басамыз. Тым аз лайк бассақ байқалмайды. Ал тым көп лайк бассақ бізді менсінбей кетуі мүмкін. Сол үшін барлығы орташа болсын. Бірақ жазуға асықпаймыз. Идеалды вариантта ол бізді өзі байқап, саған лайк басуы қажет. Байқамаса комментарий жазып көреміз. Солай әңгімені бастауға тырысамыз. Егер белгілі бір жағдайларға байланысты ол еш нәрсе байқамаған болса, оған өзіміз жазамыз. Сол кезде барлығы жеңілдей түседі. Қателіктер болса еш мойымай оларды түзеп, үлкен саңдар заңын ұмытпағаймыз.
көп жігіттер болса, мүмкіндіктеріміз де көбейеді. Төртіншіден, жігітке не жазамыз? Не жазатынымыз жайлы мен саған толықтай алдағы видеоларда айтатын боламын. Себебі бұны бөлек тақырып ретінде қарастыруға да болады. Ең жеңіл әдіс бұл, оның қызығушылығына байланысты әңгіме бастаймыз. Сурет, видео, хобби жайында сұрақтар қоямыз. Ал егер де ойыңа еш нәрсе түспесе, әдеттегідей сәлем, қалайсың деп жазамыз. Негізі олай бастамаған дұрыс, бірақ бұл еш нәрсе жазбағанға қарағанда жақсы болып келеді. Бесіншіден, таныстыруды қалай жалғастырамыз? Ал енді әңгіме қызу жалғасуда делік. Бір апта бұрын сен жалғыз едің, ал қазір сен араласатын жігіттер саны күрт артып кетті. Өте керемет. Хат алысқаннан кейін аудио жіберіп, видео қоңырауды пайдаланған дұрыс. Алғашында ыңғайсыз көрінгенімен бұл қорқынышты жеңуге тырыс. Себебі уақыт өте келе бұл бәрібір орын алатын нәрсе. Бір-біріңе ұнап, әңгімелерің жарасса, келесі кезеңге өтеміз. Бұл жүздесу, ортақ қызығушылықты тауып, сол бойынша кездесу ұйымдастырамыз. Мысал ретінде кино, серуендеу, тамақтану, тағы басқалары. Егер ол кездесуден бас тартса, еш мұңаймаймыз. Ол ұялшақ болып қалуы әбден мүмкін. Сол үшін онымен ұзағырақ сөйлесуге тырысамыз. Немесе сен жай ғана оның талғамында емес екеніңді түсіну қажетсің. Біле білсең, интернетте 3 миллиард адам отырады. Сол себепті ғалам саған алдағы уақытта әлде қайда жақсырақ жігітті кездестіруге мүмкіндік беретінін естен шығарма. Алтыншы, қосымша кеңестер. Кездеспейінше өзіңнің жеке ақпаратыңмен үй, мекенжай, отбасы бөліспеуге тырыс. Немесе толық айтпа. Өмірде жігіттің қандай екені белгілі болса да, интернетте біліне қоймайды. Сол себепті оны толық тану үшін видеомен сөйлесіп тұрған дұрыс. Оның сен қалағандай адам емес екенін алдын ала кездеспей білу бұл өте жақсы. Әлде кездесіп, уақыт өткізіп, одан көңілің қалғанын өмірде білу тиімдірек пе? Бүгін мен сенімен интернетте жігітпен танысу жолдарын қарастырдым. Бұл видео саған ұнады деген ойдамын. Сол себепті тез лайк басып өт. Бұл тақырып жайында көбірек ақпарат білгің келсе, дәл қазір төмендегі ботқа кірсең болады. Сенімен болған бүгін мен Санжар Айдар. Келесі видеоларда көріскенше.